жегенде осындай қытырлап тұратын вафлиларды дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 180 грамм қант, шым-шым тұз, соны араластырып аламыз. Біркелкі маса қылып, қанты кішкене ерігенше дейін. Және де 180 грамм сары майды микроволновкада ерітіп алдым. 100 грамм сүт, қасықтың ұшымен сода салып араластырып, және де 270-280 грамм жоғарғы сұрыпты ұнды салып, біркелкі маса қылып осындай тесто араластырып алдым. Қамыр шығады осындай консистенцияда. Мен советский вафельницаға, қызып тұрған вафельницаға бір қасықты қатты толтырмай пісіріп, осындай кулектар жасап шығарамын. Жеген кезде қытырлап тұрады, келесі күнде тура сол қалпы қытырлап, өзінің хрустящий деп айтады ғой, сондайын сақтап тұратын вафлилар. Ораған кезде ұш жағын ұстап тұрып, ыстықтай орау керек. Ыстықтай орамасаңыз, вафлиңіз сынып кетеді. Әртүрлі формаларда орауға болады, бірақ мен осындай қылып істегенді жақсы көремін. Ішіне ештеңе салмаймын. Вареный сгущенка, крем ештеңе қоспаймын. Осындай советский вафли деп айтсақ болады. Ас болсын сіздерге. Осы бір порциядан 40 штук, 35-40 штук вафли шықты.